Саламатсыздар ма? Мен Сафин Ерлан Мұстамұлы, Ақтөбе қазақ колледжінің арнаулы пән оқытушысы. Сіздерге жұмыс істеп тұрған гибридті қозғалтқышты EFSA 740 мотор тестері арқылы сіздерге толықтай диагностика жүргізуге сіздерге көрсетемін. Ол үшін міндетті түрде техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз. EFSA 740 мотор тестерінің КТС 590 автосканер арқылы OVD разумымен қозғалтқыштың диагностикалық разуміне жалғаймыз. Ары қарай біздер мотор тестерге кіреміз. Ең бірінші клиентті таңдаймыз. Келесі міндетті түрде қандай автокөлік маркасын, моделін, типін, қай жылғы двигателі барлығын таңдаймыз. Келесі біздер сол қозғалтқышқа протокол таңдаймыз және іске қосамыз. Бұл кезде біздің жұмыс барысымызда идентификация автокөліктің барлық параметрлері шығады. Яғни алдарыңызда Toyota Prius 1.8. Объеммен 2017 жылғы біздің заданиеміз, протоколымыз барлығы көрсетіліп тұр. Автоматты түрде шығады. Ары қарай. Бұл жерде бірнеше этап көрінеді. Соның ішінде мысалға алатын болсақ, аккумулятор батареясын және стартерді тексереміз. Ол үшін қозғалтқышты іске қосамыз. Келесі этапта біздер қысымын тексеруімізге болады. Және автокөлік қозғалтқышын іске қосу арқылы біздер барлық параметрлерді салыстырмалы түрде қарап отырмыз. Біздер температурасы қанша қысым көрсетіп тұрғаны бізге ақпарат беріп отыр. Және катушка зажиганиені тексереміз. Қозғалтқышты іске қосамыз. Оны тексеру үшін біздер міндетті түрде әрбір катушкаға тексеру жүргіземіз. Бірінші катушкамызда, екінші катушка. Осылай тексеруімізді жалғастыра береміз. Келесі этапта біздер универсалды осциллограф арқылы сезгілердің жұмысын тексереміз. Ол үшін бізге қосымша таблица берілген. Қазір ендірлік сезгісінің жұмыс барысын тексереміз.
осылай барлық Toyota Prius жұмыс істеп тұрған гибридті қозғалтқышының барлық жүйесін FSA 740 мотор тестері арқылы тексерістен өткізуге болады.